Ембі-Мұнайгаз акционерлік қоғамында 23 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Мен жұмысқа орналасқанда 90 жылдары жұмыс жақсы болды деп айта алмаймын. Жатақханамыз вагонда болатын, асханамыз ескі ғимараттың ішінде, ыдыс-аяқтарымыз жетпей, кейде тамақтарымыз жетпей, кезекке тұрып, сөйтіп еңбек етіп келгенбіз. Қазіргі таңда жаңа асхана, жаңа жатақхана, заманауи тек мұнайшыға еңбек ету керек. Мұнайгаз саласында еңбек не үйренгенімде бірден цех басшы болып келген жоқпын. Төменгі сатыда мұнай өндіру операторы болып жұмысқа кіргенмін. Ең төменнен бастаған еңбектен бәрін үйреніп, бәрін көріп, осындай жетістікке жеттім. Мұнайгазда жақсы жаңалықтар көп. Оның ішінде экологиялық жұмыстарда жақсы сатыға қойылған, және де ілеспе газды пайдалану үшін айыру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Және Тереңөзек мұнай өндіру цехы бойынша қазіргі таңда топтық қондырғыларды ауыстыру жөнінде заманауи ағызуды қойып, далада тұрған топтық қондырғыларды жұмысын жақсартуға сондай әрекет жұмыстары жасалып жатыр. Мен келгеннен бері үлкен баспалдақтан өттім, тәжірибе алдым. Сол алған тәжірибемді қазірге келген жас мамандарға өзім үйретем. Үйретуден жалықпаймын. Мұнайшы менің тағдырым. Мұнайшы болып мен мақтан етемін. Болашақта менің балдарым мұнайшы болғанын қалаймын.